Сәлем достар, бүгін балмұздақ туралы қызықты деректермен бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. Балмұздақ кез келген уақытта жеуге болатын дәмді десерттің бірі. Ол 1-ші ғасырда пайда болған. Алайда ол қазіргі біз білетін балмұздаққа мүлдем ұқсамайды. Рим императоры Рон қар әкелу үшін қызметкерлерін тауға жұмсайтын болған. Содан қарды жеміс шырынымен араластырған. Ал оның қазіргі сүтті балмұздаққа ұқсайтын түрі 17-ші ғасырда Францияда пайда болған. Балмұздақ ұзақ уақыт бойы таңдаулылардың десерті болған. Тек 19-ші ғасырдың ортасында жалпы сатылымға шыққан. Швециядан келген иммигрант балмұздақты Лондон көшелерінде тұрып сатады. Ол балмұздақ ерімес үшін қолдан жасалған тоңазытқыш қолданған. Вафельді рожок салыстырмалы түрде заманауи өнертабыс. Оны 1904 жылы вафельді десерт сатушы Эрнест Ханвей Сент-Луистағы аспаздар көрмесінде ойлап тапқан. Ол кезде балмұздақты ыдысқа құйып сататын. Тұтынушы балмұздағын жеп болған соң ыдысты қайтарып беретін болған. Ол ыдыс жуылып, келесі адамға балмұздақ құйып берілетін. Көрме кезінде күн қатты ыстық болып, тұтынушылар өте көп болатын. Адамдар ыдыстың босағанын ұзақ күтетін. Бұны байқаған Эрнест Ханвей балмұздақ дайындаушыларға жіңішке вафельді орап ыдыс жасап береді. Содан соң вафельді рожоктар тек ақш-та емес, бүкіл әлемге кең тарап кетеді. Әлемдегі балмұздақ жасаушылар оның ерекше рецепттерін іздейді. Қазір балмұздақ дәмінің 1000-нан аса түрі бар. Тіпті күріш, асшаян, авокадо, ірімшіктен жасалған түрлерін кездестіруге болады. Одан қалды қымыздан да жасалатын балмұздақ бар. Әлемде жыл сайын 15 миллиард литр балмұздақ желінеді. Бұл 5000 олимпиада бассейн толтыруға жетеді екен. Ғарышкерлер балмұздақты қатты сағынады екен. Бірде НАСА ғарышкерлерге нені сағынатынын сұрап сауалнама жүргізген. Ғарышкерлер пицца, газдалған сусын және балмұздақты айтқан екен. Ал құрға қатыру арқылы дайындалатын ғарышкер балмұздағын олар ешқашан жеп көрмеген болып шықты. Балмұздақты балаларға зиян деп жатамыз. Негізінен балмұздақтың балаларға да пайдасы бар. Себебі оның құрамында ақуыз бен кальций бар. Сондай-ақ балмұздақ құрамындағы серотин адам ағзасын сергек сезінуге әсер етіп, адамға көңіл-күй сыйлайды. Достар, бүгінгі ақпарат ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сонымен қатар арнама жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз.